мұқағали өміршеңін жырлаған, жүрегінің тек айтқанын тыңдаған, өлеңдері құдірет қойы құдірет, сүймейтұғын табылама бір адам. Не сыйлайды, не біледі келер күн, не болса да тірі тұрсам келермін, селедегі құлыныман мен елдің, көгендегі құлысыман мен елдің. Қазақстан пай-пай, пай-пай ардағым-ай, сен менің шолпансың жаман ұдай, өзіңде өмір сүрген қандай бақыт өлмейтін, махаббатым арманым-ай. Табиғат жанымда сан алшы менің, бір түйір жерге түскен тамшым едім. Мұқағали жоғалса қайтер дейсің, артында қалсын жерім, қалсын ерім. Үш бақыттым, ең бірінші бақыттым, халқым менің, соған берер ойымның нарқым менің. Ол бар болсам мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыным нарқым менің. Ал екінші бақыттым, тілім менің, тас жүректі тілменен, тілім дедім кей-кейде дүниеден түңілсемде қасиетті тілмен. Бақытым бар үшінші, отан деген кім мықты, десе оттан берем, оты сөнген жалғанда жан барсыз ба, ойланбай-ақ тағы отан менен. Абдиева аса мән берген халық, ендеше балаға мұндай есім берген ананың өскен отбасы қандай болды деген сауал бересіз. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағали 10 жасқа келгенде Ұлы Отан соғысы басталып, әкесі майданға аттанып, соғыста қаза табады. Үйдің үлкені Мұқағали анасына көмектесіп, отбасына қамқор болып, ел есейеді. Сол кезден бастап өлең жаза бастайды. 1948 жылы Еріп атындағы Казмуге, 1950 жылы Шет тілдер институтына оқуға түскенімен, тұрмыс жағдайына байланысты оқуын аяқтауға мүмкіндігі болмайды. 1973 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы халықаралық әдебиет институтында оқып білім алады. Ол советтік шекара газетінде жауапты хатшы, республикалық радиода диктор, социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, жазушылар одағында кеңесші, Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі секілді жауапты қызметтерді атқарған.